Қазақстанда кедейшілік шегінде өмір сүретін адамдар саны артқан. Қазақстанда кедейшілік шегінде өмір сүретін адамдардың саны артты, кедейлік деңгейі көбінесе үлкен отбасыларда тіркелген. Бұл жөнінде стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі ұлттық статистика бюросы мәлімдеді. Үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу бойынша табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі кедейлік деңгейі 2022 жылғы екінші тоқсанында 5,1% құрады. Бұл 2021 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 0,3% тармаққа жоғары делінген сәрсенбі күні тараған ақпаратта. Кедейлік деңгейі көбінесе үлкен отбасыларда тіркелген. Осылайша 5 және одан да көп адамнан тұратын үй шаруашылықтары арасындағы кедейлік деңгейі 2022 жылғы екінші тоқсанның қорытындысы бойынша 9,3% құрады. Бұл жалпы кедейлік деңгейінен 2 есеге жуық артық деп қосты статистика бюросы.